Сабақ тақырыбы одағай сөздердің жазылуы. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен балалар сәлемдесіп алайық. Сәлемдесу салтымыз деп қазақта тегін айтпаған. Яғни бір-бірімізге дұрыс сәлемдесу арқылы бүгінгі сабаққа жақсы көңіл күй, жақсы атмосфера сыйлайтын боламыз. Келесі әдісіміз миға шабуыл. Әріпті жұмбақты шешу арқылы бүгінгі тақырыпты анықтайтын боламыз. Оқуда бар, жазуда жоқ, далада бар, жағада жоқ. Шегеде жоқ, таста бар, ғарышта бар, сайыста жоқ. Шанада бар, әнде жоқ, торғайда бар, алауда жоқ. Бүгінгі тақырыбымыз одағай. Өте жақсы. Сабақ мақсаты: студенттерге одағай және оның түрлері туралы мәлімет беріп түсіндіру, одағайдың қызметін түсіндіріп, оларды дұрыс қолдана білу дағдыларын арттыру. Міндеттері: студенттерге жаңа сөз табы, одағай туралы мағлұмат, білім, одағайдың түрлері, айтылу ерекшеліктері, жазылу емлесі жайлы кеңірек білуге, сөйлем ішінен тауып түрлерін ажырата алуға үйрету. Есте сақтау қабілеттері мен сөздік қорларын арттыру, өз ойларын жүйелі түрде жеткізе білуге, таным деңгейлерін дамыту. Техникалық ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге, сауатты жазуға үйрету. Келесі кезеңіміз бір қадам артқа, үй тапсырмасын сұрау. Іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын не дейміз? Үстеу. Өте дұрыс. Үстеу қандай сұрақтарға жауап береді? Қалай, қашан, қайда? Өте жақсы. Көп нүктенің орнына тиісті шылау сөзді жазыңыздар. Елдің болашағы туралы ойлаған жөн. Шылау дегеніміз өз алдына толық мағынасы жоқ сөздер. Жақсы. Дейін, шейін сөздері қандай сөздер? Шылау сөздер. Өте жақсы. Мінекей, жаңа дұрыс жауабын айтып өттім. Бүгінгі үйге берілген тапсырма бойынша жауап кілті. Әрбір топ өз-өздерін бағалайтын болады. 0 қате болса 5 балл, 1-2 қате болса 4 балл, 3 қате кетсе 3-тік балмен бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Одағайдың көңіл күй, шақыру, жекіру деген 3 түрі бар. Одағайда лексикалық негізгі мағына болмайды. Сөйлемде одағайлар басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспей, оқшау айтылады. Сондықтан да одағай сөйлем мүшесі бола алмайды. Олар тек қосымшалар қабылдап барып, белгілі бір сөйлем мүшесінің қызметін атқара алады. Одағайларға ой түстейтін мәніне қарай 3 түрге бөлінеді. Жаңа сендерге айтып өткен. Көңіл күй одағайлары: шаттану, таңырқану, аңсау, қуану, ұнату, ренжу, түңілу, шошыну, назар аудару мәнді білдіреді. Олар пәлі, ойпырай, алақай, пай-пай, бәрекелді, ух. Жекіру одағайлары: жекіру, тыйым салу, бұйыру сияқты мәнді білдіретін сөздер. Олар тәйт, тек, жә, тағы басқа. Шақыру одағайлары: мал, ит, құсты шақыру қуымен байланысты мәнді білдіреді. Олар құрау, шөре, көз. Білімді тиянақтау: ниет етіп қана қою аз, сол ниетке жете білу керек. Біліп қана қою аз, білгеніңді қолдана білуің керек. Алған білімді жаттығулармен тиянақтаймыз. Оқулықпен жұмыс. Келесі кезеңіміз жаттығу. Нөмір 1, 170 бет. Тапсырманы топпен талдап орындаймыз. Келесі кезеңіміз. Мына берілген мәліметтен одағайларды теріп жазасыздар. Ой, арамқатқыр, танау құрт келгір, осы сирақ шашымды ағартты ойбай-ау. Оқо, қара шата, бәрі келді, міне нағыз жігіт. Ой, ойбай, оқо, бәрі келді. Өте жақсы. Келесі топтық тапсырма. Берілген одағайларды қатыстырып, 3 сөйлем құрап жазу. 1-ші топ ой деген сөзге, 2-ші топ тәй, 3-ші апырай деген сөзге құрайтын боласыздар. 3 топқа 3 сөйлемді беріп, одағай бір сөйлемге айналдырып жазу. 1-ші топ астанадан көкем келе жатыр деген сөзді одағайға айналдырасыздар. 2-ші топ кері бестінің шабысы. 3-ші топ білмейді екенсің. Келесі кезеңіміз 1-ші деңгей тапсырмасы. Төмендегі сөйлемдердің одағайдың астын сызыңдар. Әй шырағым, бала, әуелі әр жағыңды әкек тұрың, оған сәлем бер. Уа, қой деймін бала, ойпырмай, мынау не деп отыр өзі? Әй, уа, ойпырмай. Өте жақсы. 2-ші деңгей. Көп нүктенің орнына тиісті одағай сөздерді қойыңдар. Әжем ауылдан қонаққа келді, мынау не деп тұр, деді атам, әзер жетті.
Алақай әжем ауылдан қонаққа келді. Ойпырман-ай, мынау не деп тұр? Ақылеп, ұқылеп, әзер жеттім. 3-ші деңгей. Төмендегі одағы сөздермен сөйлем құраңдар. Шіркін-ай, әй, ух, ойпыр-ай, қап. Семантикалық карта берілген одағы сөздерді көңіл-күй немесе шақыру, шекіру одағайы екенін ажыратып, плюс таңбасын қою арқылы кестені толтырасыздар. Дұрыс жауабы. Өз жауаптарымызды мына тақтада тұрған жауаппен салыстыратын боламыз. Келесі. Жүйріктер тобы сіздерге. Сиқыршы бос чемоданға мысықты салып қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Көрермендердің бет пішіні қандай болады? Яғни таңғалған күйінде болады, өте жақсы. Қырандар тобы. Жолаушы жылауықтар еліне тап болды. Біреуін жұбатса, екінші жылап әбден мазасы кетті. Балалар бәрібір жылауын қоймайды. Жылауықтардың бет пішіні қандай болады? Өте жақсы. Жылауық адамның бет бейнесі. Алғырлар. Мараттың досы бар еді. Жазғы демалыста досы ауылға кетті. Марат қалада қалды. Ол досын қатты сағынды. Бір айдан кейін досымен көшеде кездесіп қалды. Олардың бет пішінде қандай өзгерістер болады? Сағынған, қауышқан, қатты, жоғары көңіл күйдегі бет пішіне. Өте жақсы. Бекіту. Бүгінгі сабағымызды бекітеміз. Мен саған, сен маған ойын арқылы. Яғни алдарында берілген шағын допты әрбір топ бір-біріне лақтыра отырып, бүгінгі тақырып бойынша сауалдар қоятын боласыздар. 2 жұлдыз, 1 тілек айту арқылы, стикерді тақтаға жабыстыру арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылап рефлексия жасайтын боламыз. Үйге тапсырма. Ереже 5-ші жаттығу, оқулықтың 172-ші бетіндегі. Осы 5-ші жаттығуда берілген одағай сөздерге қатысты тапсырмаларды орындайтын боласыздар. Назарларыңызға рахмет.